құрметті оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз вектордың координаталары, модулі және коллиниярлық белгісі. Сонымен OX-Y координаталық жазықтық белгісін. Осы OX-Y координаталық жазықтығынан А және Б нүктелерін белгілеп алайық. А-ның координатасы бізде 2-де 1 және Б-ның координатасы 4-де 5 болсын. Осы екі нүктені қосқанда пайда болатын вектордың координатасын енді табуды үйренейік. Вектордың координатасын табу үшін вектордың ұшының координатасына сәйкес басының координаталарын азайтамыз. Яғни АБ вектордың координатасын табу үшін x1, y1 А нүктесінің координатасы болса, x2, y2 Б нүктесінің координатасы болса, онда АБ векторының координатасын табу үшін x2-ден азайтамыз x1-ді, яғни ұшынан координатасынан басының координаталарын азайтып шығамыз. Осыдан АБ векторының координатасы бізде 4-тен 2-ні азайтамыз, 5-тен 1-ді азайтамыз. Сонда АБ векторының координатасы бізде 2-де 4 болады екен. Келесі тағы да бір мысал берілсін. Мысалы, 2 нүкте берілсін. Б координатасы 3-де 7 және С нүктесі берілсін. Координатасы 2-де 5-де. Осында бізге айтыптық, Б-С векторының координатасын тап делік. Яғни біз айттық, векторды жазғанда бізде мынау соңғы әріп вектордың ұшын білдіреді. Ал алғашқы әріп ол бізде вектордың басыны. Яғни біз вектордың ұшы бізде С, вектордың басы бізде Б деген сөз. Енді осы вектор екі нүктені қосқанда пайда болатын вектордың координатасын табайық. Яғни BC векторының координатасын табу үшін 2-ден азайтамыз 3-ті, яғни ұшының координатасына басының координаталарын азайтады екен. 5-ден азайтамыз 7-ні. Осыдан BC векторының координатасы бізде 2-ден 3-ті азайтсақ -1, 5-ден 7-ні азайтсақ -2 болады. Координаталық жазықтықта бізде А, Б векторы берілсін. Осы вектордың ұзындығын табу формуласына көшейік. Сонымен А нүктесі берілсін, бізде координатасы x1, y1 және Б нүктесі берілсін, координатасы x2, y2-ге тең болсын. Енді сіздер білесіздер, 8-ші сыныптың бағдарламасынан бізде екі нүктенің арақашықтығын табу формуласы, яғни АБ векторының ұзындығын табу формуласы түбірі астында x2 минус x1 1-дің квадраты қосылған y2 минус y1-дің квадраты. Яғни бұл формула бізде вектордың ұзындығын табу формуласы деп айтамыз. Немесе бұны біз тағы да вектордың ұзындығын табу, немесе вектордың ұзындығын тағы да модулі деп айтамыз. Немесе абсолют шамасы деп үш түрлі айтылуы бар екен. Ұзындығы, модулі, немесе абсолют шамасы деп айтады екенбіз. Келесі, енді бізде А векторы берілсін. А векторының координаталары бізде А1, А2-ге тең болсын. Енді осы вектордың координатасы берілген жағдайда вектордың ұзындығын табуды қарастырайық. А векторының, яғни модулін табу үшін түбір астында А1-дің квадраты қосылған А2-дің квадраты формуласы бойынша есептейді екенбіз. Келесі мысалдарды қарастырайық. А нүктесі мен Б нүктесі берілсін. Осы екі нүктені қосқанда пайда болатын вектордың модулін табайық. Жаңа ғана формуласын біз жаздық, яғни вектордың модулін табу формуласы бізде түбір астында x2 минус x1-дің квадраты қосылған түбір астында y2 минус y1-дің квадратына
тең екен. Енді осыған қойып шығайық. Осы формулаға қойып шығайық. Сонда АБ векторының модулі, бізде білесіздер, А-ның координатасы x1, y1, B-ның координатасы x2, y2-ге тең болады екен. Орнына қойып шығайық формулаға. Яғни түбір астында x2 бізде 3, 3-тен азайтамыз, x1 бізде 2-ге тең екен, 2-ның квадраты қосылған y2 бізде 7-ге тең, 7 азайтылған y1 бізде 4-ге тең, 4-ті квадратын қосады екенбіз. Енді осы айырымдардың квадраттарының қосындысын табайық. 3-тен 2-ні азайтсақ, 1-дің квадраты қосылған 7-ден 4-ті азайтсақ, 3-тің квадраты. Сонда АБ векторының модулі бізде 1-дің квадраты 1, 3-тің квадраты 9. Екеуінің қосындысы бізде түбір астында 10-ға тең болады. Сонда жауабы бізде түбір астында 10. Келесі мысалға көшейік. А векторы берілсін, координатасы 4-3, осы А векторының ұзындығын табайық. Яғни А векторының ұзындығын табу формуласы бізде жаңағына жазып кеттік. А1 квадрат қосылған А2 квадрат. Бұндағы А1, А2 деген А векторының координаталары, сәйкесінше А1, А2. Орнына қойып шығайық. Сонда А векторының координатасы бізде түбір астында А1 бізде 4-ге тең, 4-тің квадраты қосылған 3-тің квадраты. Осыдан А векторының модулі бізде 4-тің квадраты 16, қосылған 3-тің квадраты 9. Ол екеуінің қосындысы түбір астында 25. Осыдан А векторының модулі бізде 5-ге тең екен. Себебі білесіздер, 25-тің квадрат түбірі бізде 5-ге тең. Осыдан жауабы бізде 5 шығады. Келесі нүктелер берілген жағдайда осы нүктелерді қосатын векторлардың координаталарының, яғни қосындысы, яғни екі векторның қосындысының және айырмаларының координатасын табуды қарастырайық. Ең біріншіден, екі векторның қосындысының координатасын табу үшін әр вектордың координаталарын бөлек-бөлек тауып алайық. Яғни АБ векторының координатасын тауып алайық. АБ векторының координатасын айтып табу үшін біз айттық, сәйкес координаталардың айырмасын ала саламыз. 2-ден азайтамыз 1-ті, және 7-ден азайтамыз 4-ті. Осыдан АБ векторының координатасы бізде 1-де 3-ге тең болады екен. Келесі СД векторының координатасын табамыз. Сәйкес координаталарын азайтайық, қайтадан 2-ден азайтамыз 3-ті. Міндетті түрде азайтқанда айттық, мына екінші әріп ол ұшын білдіреді, бірінші әріп ол бізде басы. Ұшының координатасынан басының координаталарын азайтып отырамыз. 2-ден азайтамыз 3-ті және 5-ден азайтамыз 1-ті. Осыдан СД векторының координатасы бізде -1-де 4-ге тең болады екен. Енді осы екі векторның қосындысының координатасын табайық. АБ векторы қосылған СД векторының координаталарын табу үшін АБ векторының координатасы бізде 1-де 3, оған қосамыз СД векторының координатасы бізде -1-де 4-ге тең болады екен. Яғни қосу үшін сәйкес координаталарын қосып жазады екенбіз. 1-ге қосамыз -1-ді, 3-ге қосамыз 4-ті. 3-ге қосамыз 4-ті. Осыдан екі вектордың қосындысының координатасы бізде 1-ге -1-ді қоссақ 0. Таңбалар ережесі бойынша білесіздер, плюс-минус бізге минусты береді, сондықтан 0 болады, ал 3-ге 4-ті қоссақ бізде 7 болады екен. Яғни екі вектордың қосындысының координатасы бізде 0-де 7-ге тең болады екен. Енді екі вектордың айырымының координатасын табайық. АБ минус СД. Енді АБ векторын біз жаңағына тауып алдық, ол бізде 1-де 3. Осыдан азайтамыз. СД
координатасы минус 1-ден 4. Енді сәйкес координаталарын азайтайық. Сәйкес координаталарын азайтамыз. 1-ден азайтамыз минус 1-ді. Және 3-тен азайтамыз 4-ті. Сонда минус таңбалар ережесі бойынша плюсті береді. Бізге білесіздер. Осыдан 1-ге 1-ді қоссақ 2, ал 3-тен 4-ті азайтсақ бізде минус 1-ге тең болады екен. Сонда екі вектордың қосындысының координатасы 0-де 7 болса, екі вектордың айырымының координатасы 2-де минус 1 болады екен.